Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз коммерциялық банктердің жарғысы, лицензиясы және жергілікті актілері. Коммерциялық банк дегенге түсінік беріп кетейік. Коммерциялық банк бұл қаржылық қызметтерді көрсететін және кәсіпорындардың, жеке тұлғалардың салымдарын қабылдап, олардан пайда табуға бағытталған қаржы мекемесі болып табылады. Коммерциялық банктер елдің экономикалық жүйесінде маңызды рөл атқарады, себебі олар ақша несие саясатын жүзеге асырып, экономиканы қаржылай қолдап отырады. Енді коммерциялық банк бұл бізде заңды тұлға болып табылады, сондықтан да оның міндетті түрде жаңағыдай жарғысы болады. Жарғы деп отырғанымыз былайша айтқан кезде барлық заңды тұлғалардың басты құжаты болып табылады. Енді жарғы бұл банктің құрылтай құжаты болып табылады және оның қызметін реттейтін негізгі нормативтік акт болып саналады. Жарғы коммерциялық банктің жұмыс істеу тәртібін, оның құрылымын, құқықтары мен міндеттерін, сонымен қатар банк қызметінің бағыттарын анықтайды. Енді жарғының ішінде, бұл жарғы деген бұл барлық банктің ішіндегі жаңағы аталған қызметтердің барлығы көрсетілетін, оның құрылтайшылары көрсетілетін, ол құрылтайшылардың құқықтары мен міндеттері көрсетілетін, және бұл банктың қандай банктің түріне жататынын жаңағы көрсететін басты құжат болып табылады. Оның негізгі бөлімдері мынадай: бұл банк атауы мен оның мекен-жайы, коммерциялық банктің толық атауы және де заңды мекен-жайы, банк қызметінің мақсаты мен міндеттері. Бұл банк қызметінің мақсаты мен міндеттері деген бөлімде банк қызметінің негізгі бағыттары мен міндеттері анықталады. Мысалы, қаржы қызметтерін көрсету, несие беру, депозит қабылдау және тағы басқа. Жаңағы банктың капиталы деген бар. Сосын банктің капиталының ішінде банк капиталының көлемі, құрылымы, оның қалыптасуы мен пайдалану тәртібі көрсетіледі. Банк органдары деп отырғанымыз, яғни сол банктың ішіндегі, яғни заң тұлғаның ішіндегі, біз білеміз, заң тұлға деген жаңағы ұйымның барлығының ішінде өзінің белгілі бір қызметтер атқаратын органдар болады. Және банк органдары бұл басқару органдарының құрылымы, олардың өкілеттіктері мен міндеттері анықталатын органдардың жүйесі осы жарғының ішінде жазылады. Сосын сол банктың органдары бөлімінде басқарма, директорлар кеңесі, ревизиялық комиссия және басқа да органның қызметтері жазылады. Құқықтар мен міндеттер. Банк құқықтары мен міндеттері, клиенттермен қарым-қатынас, заңды актілерге сәйкес жұмыс істеудің міндеттері осы құқықтар мен міндеттер деген пунктіде, яғни жарғының ішіндегі бөлімде анықталады. Сосын банктің ішкі ережелері мен саясаттары. Коммерциялық банктың қызметі барысында өзінің қабылдаған ішкі ережелері мен саясаттары жазылады. Лицензия деген, біз білеміз, банктың лицензиясы деген тақырып өткенбіз. Банк лицензиясы деген бұл қандай да бір банк операцияларын жүзеге асыру үшін жаңағы құрылған жасалатын, яғни рұқсаттың түрі. Енді коммерциялық банктың лицензиясында коммерциялық банк өз қызметін заңды түрде жүзеге асыру үшін лицензия алады міндетті түрде. Бұл лицензия мемлекеттік органның көбінесе банктың көптеген қызметтерін жүзеге асыру үшін ұлттық банк лицензия береді, ал негізінен банктерге қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі лицензия береді. Банктың қызметін жүзеге асыруға берген рұқсат, яғни осы органдармен берілетін. Лицензияның мәні неде? Лицензияның мәні бұл банкке заңды түрде қаржылық қызметті көрсетуге құқық береді лицензия. Сосын лицензияны алу бұл банктың коммерциялық қызметінің басталуы үшін міндетті қадам болып табылады. Лицензияның болуы банктың барлық операциялары мен қызметтерін мемлекет тарапынан бақылауға алатындығын білдіреді. Яғни мемлекет лицензияны бере отырып банкке құқықтар мен міндеттер береді. Құқықтар мен міндеттерді бере отырып, оған әрі жауапкершілік береді. Яғни лицензияны берген орган міндетті сол лицензияны жаңағы лицензия арқылы жұмыс жасалып жатқан жаңағы қызметті реттеп бақылап отырады. Лицензияны қалай алады? Яғни бірінші лицензия алу үшін өтініш береді. Банк лицензия алу үшін ұлттық банкке өтініш береді және де банк туралы қосымша мәліметтерді, жарғыны, қаржылық есептіліктерді, басқа да осы қажетті құжаттарды ұсынады. Банктың қаржылық жағдайы мен менеджменті. Ұлттық банк өтінішті қарап, банктың қаржылық жағдайы, оның капиталын қалыптастыру деңгейі, басқару құрылымы мен басқарушылық тәжірибе жөніндегі ақпараттарды тексереді. Сосын соңғы процесс бұл лицензияны беру процесі. Егер барлық талаптар орындалса, ұлттық банк лицензия беріп, банктың өтініші қанағаттандырылмаса, онда себептері де көрсетіледі. Жергілікті актілер. Жергілікті актілер бұл коммерциялық банктың ішкі жұмысын ұйымдастыру және оның қызметін реттеу үшін қабылданатын құжаттар болып табылады. Олар жарғыдан кейінгі маңызды нормативтік акт болып табылады және банк қызметінің тиімділігі мен заңдылығын қамтамасыз етеді. Енді жергілікті актілердің өзінің түрлері бар. Бұл
бірінші ішкі ережелер. Яғни ішкі ережелер бұл коммерциялық банктің қызметі мен оның бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастыру үшін қабылданады. Мысалы, несие беру ережелері, иә, әр банктің өзінің заң талаптарына сәйкес әрине ішкі ережелер болады. Депозиттерді қабылдау, клиенттермен есеп айырысу туралы ережелер болуы мүмкін. Сосын қызмет көрсету стандарттары бұл банк клиенттеріне көрсетілген қаржылық қызметтердің сапасын реттейтін құжаттар. Бұл жерде мысалы банк қызметкерлерінің міндеттері, клиенттермен жұмыс істей алу, әр банктің өзіне сәйкес стандарттары, даулы мәселелерді шешудің әдістері және тағы басқалары көрсетілуі мүмкін. Енді жаңағы аталған жергілікті актілердің түрлерінің ішінде бізде құпиялық саясатына байланысты актілер болуы мүмкін. Яғни банктің өз клиенттерінің мәліметтерін қалай сақтайтынын және өңдейтінін реттейтін құжат болып табылады. Бұл құпиялықты сақтау туралы ережелер, сондай-ақ заңды талаптар мен клиенттердің құқықтары бойынша нормаларды қамтиды. Қаржылық есептілік және аудит. Банк қызметінің қаржылық нәтижелерін есепке алу және аудит жүргізу ережелері. Бұл ережелер банктің ішкі бақылау жүйесін қамтамасыз етеді. Сосын қызметкерлердің әрине жұмыс тәртібі. Бұл банк қызметкерлерінің жұмыс тәртібін, жауапкершілігін, атқаратын міндеттерін және құқықтарын анықтайтын құжаттар. Кез келген мекеменің ішінде, сондай-ақ банктың ішінде міндетті түрде өзіне сәйкес ішкі ережелер болатынын ұмытпауымыз қажет. Енді тақырыбымызды қорытындылайтын болсақ, банктің жаңағы аталған үш институты, иә, банкті реттеу үшін бұл оның лицензиясы, иә, одан кейін жаңағы жарғысы және де басқа нормативті құқықтық актілері осы банктің дұрыс жұмыс істеуін және де оның жұмыс істеу процесінің заңды түрде реттелуін, әрі бақылап қаралып отыруын, әрі осы банктің ішінде өзіндік жаңағы реттеу органдар арқылы немесе жаңағы ішкі тәртіп ережелер арқылы басқа да әр банктің ішіндегі институтқа сәйкес құқықтық актілер арқылы реттеліп отыратынын байқауымызға болады. Осымен лекциямыз аяқталды. Сау болыңыздар.